Несиелер, депозиттер, тәуекелдерді сақтандыру. Бүгінде қаржылық жетістік тек көп ақша табу ғана емес, сол тапқан ақшаны дұрыс басқаруды ұйымдастыру. Яғни сіздің ақшаңыз жұмыс дегенде сіз демаласыз. Бізге банк жүйесі не үшін қажет? Өзіңізге банк таңдаған кезде неге назар аудару керек? Валютаның жағдайы қалай болмақ? Қандай тиімді қаржылық инструменттер бар? Тағы да көптеген пайдалы ақпарат Профинанс веб бағдарламасында. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. Бір күні түлкі келіп, бір түнеп шығуға сұранып, мені үйден қуып шығарады. Ештеңені есіңізге келтірмей ме? Менің ойымша бұл заманауи ипотекалық мәселелерге ұқсайтын сияқты. Бірақ Ұлттық банктың ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасының арқасында ертегідей барлығы жақсы аяқталуы мүмкін. 23 мың қазақстандық өздерінің жалғыз баспанасын сақтап қалды. Бұл Профинанс қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Барша көрермендерімізге сәлем. Еліміздегі жылжымайтын мүлікті несиеге алу нарығы қаржыландыру бойынша ең ірі тұтынушылық нарық болып саналады. Бұл түсінікті ата-анасынан бөлек тұрғысы келетін жаңа жанұялар құрылып жатыр. Көптеген жанұялардың өздерінің баспаналары жоқ. Жалға алу біздің елімізде кеңінен тарамаған. Сол себептен көбісі ипотека алуға шешім қабылдайды. Бірақ өздерінің күш қуаттарын дұрыс есептемей, әлемдік дағдарыстың салдарынан көп адам жұмыссыз қалады. Бүгін Ұлттық банктың өкілі мемлекеттің көмегіне жүгініп, қиын жағдайдан қалай шығуға болатынын айтып береді. Дана, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Дана Қошанова, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасының бас маманы. Дана, енді ең алғашқы сұрағым, несиенің қайта қаржыландырудың маңызы неде? Барлығы да өте қарапайым. Қайта қаржыландыру дегеніміз, сіз белгілі бір шарттармен қарыз алдыңыз. Енді өміріңізде бір жағдайларға байланысты қарызды өтеу қиын болып тұр. Сіз банкке барып, өзіңізге ыңғайлы етіп, қарызыңызды қайта қаржыландырасыз. Түсінікті. Ал енді осы жағдайда банкке қандай пайдасы тиеді бұның? Банк әрқашанда өзінің клиентінің жағдайын ойластырып отырады. Оған барынша көмек көрсетуге дайын. Өйткені, егер сіздің банкіңіз сізге көмекке келмесе, онда сіз басқа банкке барып, өз қарызыңызды қайта қаржыландыра аласыз ғой. Осыған байланысты мен бір сұрақ қоя кетейін. Сіз базарға барып, 700 теңгеден алма сатып алдыңыз дейік. Біраз өткеннен кейін, сіз дәл осындай алманы 400 теңгеден көресіз. Осы жағдайда сіз не істейсіз? Әрине, бұл жағдайда мен қымбат алмаларды тапсырып, орнына арзан алмаларды алам. Енді артық төлеудің қажеті қанша деп ойлаймын. Қарыз алушы үшін де осындай қағида жұмыс істеді. Егер сіз жұмысыңыздан айырылып, қымбат несиені төлей алмасаңыз, сіз банкке маған тиімді болатын шарттар жасап бер. Банк сізге жаңа шарттар дайындап береді. Өте қызықты. Американдықтар несиеге өмір сүретіндіктері құпия емес. ақш-тың 3 тұрғынның біреуінің ғана ипотекасыз жеке үйі бар. Сондай-ақ есікте қанатты қыранның белгісін көрсеңіз, бұл үй иелері өз ипотекасын төлеп болғанын білдіреді. Қыран ипотека төлемінен еркіндік дегенді білдіреді. Американдық Джозеф Иркелем интернеттің жұлдызына айналды. Ол қарт ата-анасына Рождество мерекесіне ерекше сыйлық жасады. Жігіт ата-анасына сіздің ипотекалық несиеңіз өтелді, мейрамдарыңыз құтты болсын деген ашық хат жіберген. Әкесі мен анасы қуаныштары қойындарына сыймай жылап жіберді. Ал бұл бейнебаянды бірнеше күнде миллиондаған адамдар көрді. Чарльз Преттибой, Флойд ұлы, депрессия кезінің халық жақсы көретін әйгілі гангстері. Банктерді тонаған кезде ипотекалық құжаттарды жойып, өзінің көптеген отандастарын қарыздардан босатты. Ипотекалық несиені қайта қаржыландыруға бола ма? Банк қабылдамаса қайда баруға болады? Жақында білеміз. 14 жыл бұрын алған ипотекалық қарыздары бар қарыз алушыларды қолдау мақсатымен 2015 жылы Ұлттық банк 130 миллиард теңге бөлген еді. Дана, көп адамдар осы сома бұл, яғни олардың қарыздарын өтеуге кетеді деген үміттенуде. Айта кететін бір жайт, банк барлық қарыздарды кешірді деген емес. Бұл бағдарлама бойынша сізге оңтайлы, тиімді жағдайлар жасалады. Мысалға, мөлшерлеме төмендетіледі, төлем уақыты ұзартылады, валюта өзгертіледі. Яғни мемлекет бізге нені ұсынады? Осы бағдарламаның механизмдері қандай? Мемлекет тарапынан ипотекалық заемшылардың жағдайлары жақсартылған.
Қайта қаржыландырудың жылдық мөлшерлемесі 3%. Қайта қаржыландыру қалған қарызға есептеледі және банктер өздерінің шешімдері бойынша сыйақыларды, комиссияларды, айыппұлдарды төлеттіруден босатуы мүмкін. Дана, біздің онлайн тыңдаушыларымыз бүгін белсенділік танытуда. Ең бірінші сұрақтарын оқиын. Біздің Мика қолданушымыз сұрайды. Кез келген адам қайта қаржыландыру бағдарламасына қатыса алады ма дейді. 2004 жылдан бастап 2009 жылға дейін несие алған заемшыларға қайта қаржыландыру бойынша нақты критерийлер белгіленген. Капиталдандырылған сомаларды шегергенде қарыздың негізгі борышы берешегінің қалдығы 3% қайта қаржыландырылады. Негізгі қарыздың сомасы 2015 жылдың 1 қаңтарына 36 миллион 470 мың теңгеден артық болмауы тиіс. Доллармен есептегенде бұл көрсеткіш шамамен 200 мың доллар төңірегінде. Мүлік кепілі ретінде 2015 жылдың 1 қаңтарына борышкердің және оның жұбайының атына тіркелген жалғыз мүлік болады. Соның ішінде халықтың осал топтарына жататын қарыз алушылардың өтініштері бірінші кезекте қарастырылады. Түсінікті. Әрине банк несиені қайта қаржыландыруға ниетін білдіріп жатса, ол керемет, ол жақсы. Бірақ біздің кейіпкеріміздің жолы болмай қалған сияқты. Олай болса, құрметті көрермендер, экранға назар аударайық. 2008 жылы алматылық Марат Шарипов шетел валютасында ипотекалық несие алған болатын. 10 жыл бойы өз қарыздарын төлеп отырды. Былтыр қаржылық жағдайы нашарлап, ендігі жерде несиені төлеу қиындай түсті. Жақында ипотекалық несиесін қайта қаржыландыру бағдарламасы туралы біліп, ол банкке өтініш жазды. Бірақ банк ішкі талап етулерге жүгініп, өтінішін қабылдамады. Бұл Профинанс веб біз ары қарай жалғастырудамыз. Дана, енді өзіміз байқағандай осындай жағдай болып отыр. Бұл жайлы не айта аласыз? Егер қарыз алушының зайымы бағдарламаның шарттарына сай келсе, ал банк оған келіспесе, онда жергілікті комиссияға немесе ұлттық банктың аумақтық филиалына барып шағымдана алады. Чтобы защитили его права. Ал жалпы осы банктер келіспейтін жағдайлар болды ма сіздерде? Конечно, такие случаи существуют. Әрине, бұндай жағдайлар болып тұратын. Егер бұрын шағым бойынша комиссия шешімі мінездемелік тұрғыда ғана болса, енді бағдарламаға өзгертулер енгізілгеннен кейін комиссия шешімін банк міндетті түрде орындауы керек. И решение комиссии является обязательным к исполнению банками. Керемет, жауабыңызға көп рахмет. Біздің онлайн тыңдармандарымызға оралайық. Жалпы қазақстандық үшін бұл тақырып өзекті болып саналатын сияқты. Олай болса, мінекей келесі сұрақты оқиын. Найман қолданушымыз сұрайды. Егер мен несиемді қайта қаржыландырғым келсе, онда мен не істеуім керек дейді. Біріншіден, қарыз алушы өз банкіне барып, керекті құжаттардың тізімін алу керек. В целом, получить Одан кейін ол тізім бойынша сол құжаттарды жинайды және оны банкке тапсырады. Кредиттік комитет ол құжаттарды қарастырып, оны қабылдайтын болса, қарыз алушыға банкке барып жаңа шартқа қол қойып, уақытылы төлеп отыру керек. и платить по графику. Дана, яғни бұл мәселемен кез келген банкке баруға бола ма? Есть определенный список. Ұлттық банк сайтында бағдарламаға қатысатын банктердің тізімі бар. Жанұя табысының жартысын ипотека қалай жеп қоймайды? Кейін сатып алу арқылы жалға алу. Бұл мүмкін бе? Біз жақында білеміз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Ұлттық банкпен қалай әрекеттесуге болатынын, ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру мемлекеттік бағдарламасы бойынша толықтырулар мен өзгертулер жөнінде Ұлттық банк сайтынан және реттеушінің әлеуметтік парақшаларынан таба аласыздар. Бұл Профинанс веб, біз ары қарай жалғастырудамыз. Біздің тыңдармандарымыздың арасында өз ипотекалық несиесін қайта қаржыландырғысы келетін адамдар бар ма? Я, көріп отырмыз, көп екен. Ал мемлекеттік бағдарлама арқылы кім қанша үнемдей алатынын есептегісі келетін кейіпкеріміз бар ма? Мен 2009 жылы 20 миллион тұратын пәтерді ипотекаға сатып алдым. Ай сайын 197 мың теңге төлеймін. Мемлекеттік бағдарлама бойынша мен қанша ақша үнемдей алам? Күйеуім екеуміздің жалақыларымыз 340 мың теңгені құрайды. Яғни ай сайынғы табысымыздың жарты бөлігі ипотеканы төлеуге кетеді.
тұрып жатқан үйіңіз отбасыңыз үшін жалғыз баспана болып табыла ма? Иә. Бағдарламаның шарттарына сәйкес мерзімін 20 жылға дейін созуға болады. Ай сайын төлем мөлшері 52.130 теңгені құрайды. Бұл ыңғайлы болатын еді, бірақ 20 жылға созғым келмейді. Онсыз да 9 жыл төлеп отырмыз. Егер қазіргі төлем мерзімін, яғни 6 жылға 3%бен салдыратын болсақ, ай сайын 142.820 теңге төлейсіз. 54.180 теңге үнемдейсіз. Көмегіңізге рахмет. Иә, Дана, көп рахмет. Барлығын айқын есептеп көрсеткен сияқтымыз. Тағы да бір сұрақ келіп жатыр. Лена Эрсрайды, мен 2013 жылы доллармен несие алдым. Сол кезде долларлық несиелердің пайызы теңгелік несиелерге қарағанда тиімдірек болды. 2014 жылы несиемді қайта қаржыландырдым. Оны доллармен алдым. Енді мен мемлекеттік қайта қаржыландыру бағдарламасына қатыса аламын ба дейді. Сіз несие алған банкіңізге барып, несие валютаңызды ауыстыруды талап ете аласыз. Мемлекеттік бағдарламаға 2016 жылы 1 қаңтарына дейін шетел валютасында алған несиелер қайта қаржыландырылады. Осы мақсатқа ұлттық банктен 137 миллиард теңге бөлінді. Шетел валютасында алған 22 мың қарыз алушы өз несиелерін қайта қаржыландыра алады. Ал енді қандай курс бойынша? 2015 жылдың 18 тамызына 188 теңге 35 тиын бағамы орнатылған. Яғни қазіргі бағамнан 2 есе аз екен. Бұл өте тиімді. Бағдарлама бойынша сіз сыйақылар, комиссиялар, айыппұлдар төлеуден босатыласыз. Ол несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемесі 15%-ды құраса, егер сіздің зайымыңыз 12%-дан төмен болса, онда банк оны көтермейді. Ставкой ниже 12% банк вам их не поднимет. Ал осал топтарына жататын қарыз алушылар үшін 3%-ды құрайды. Мінекей құрметті көрермендер, 2005-2008 жылдары несие алған адамдардың жағдайларын ойластырып көрейікші. Яғни олар теңге өзгеруін бірнеше рет бастарынан кешкен сияқты. Қазіргі олардың қарыздары 3 есеге өсті. Солай ғой. Жаңадан қосылған көрермендерімізге бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Бүгінгі тақырыпты кеңінен түсіну үшін тарихқа көз жүгіртейік. Ипотека ежелгі гректердің кезінде пайда болды. Олар біздің дәуірімізге дейін 6 ғасырда жаңа несиелік жүйені ойлап тапты. Сол кезде кепілге жер учаскелері қойылды. Борышкердің жерінде ипотека деп жазылған тақтайшалар орнатылды. Егер қарыз алушы қарызын уақытында өтеп болмаса, онда жер қарыз берушіге өтетін. Ежелгі Месопотамияда шамамен 300-ден асатын Хаммурапи заңдарының 15-ке жуығы қарыздарға арналған. Қарыздарды төлемеу ауыр қылмыс деп есептелген. Кінәлі адам өз меншігінен айырылады. Үндістанда Ману заңдары бойынша кепілдік сотқа жүгінуге болатын 18 негіздердің бір ретінде айтылады. Заңнамалық түрде ипотеканың қалыптасуы ежелгі Рим дәуіріне келеді. Мұнда жылжымайтын мүлікті кепілге қою арқылы қарыз беретін ұйымдар пайда болды. Борышкер қарызды өтегеннен кейін оны қайтара алады. Бірақ несие берушілер оны сатуға да құқылы еді. Профинанс вебтен пайдалы ақпараттарды алудамыз. Дико 86 пайдаланушыдан сұрақ келіп отыр. Қазіргі қайта қаржыландыру бағдарламасына толықтырулар енгізіледі ме? Ұлттық банк ипотекалық несиелер бойынша көмек көрсету шараларын жүзеге асыруда. 2015 жылдан бастап бағдарламаға бірнеше рет өзгерістер енгізілді. Оның ішінде халықтың әлеуметтік осал топтарына қатысты көп жұмыс атқарылды. Ең бастысы, бағдарламаға қатысушы банктердің тізімі кеңейтілді. Кепілге салынған шектеулер алып тасталды. Халықтың әлеуметтік осал топтарына мемлекеттік баж салығын төлеуден босатылды. Ұлттық банктерге қарыз алушының үйін жалға беруге болатын банктер туралы заңға өзгерістер енгізу туралы бастамамен шығады. Дана, енді көп рахмет, жұмысыңыз әрдайым алға баса берсін. Рахмет. Сонымен біз бүгін Профинанс вебинарында мемлекет қаржылық қиын жағдайға тап болған азаматтарға көмектесуге дайын екенін білдік. Ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасы осының айқын дәлелі. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Профинанс жобасы сіздің жеке қаржыларыңыз, тиімді қаржы құралдары туралы және әмияныңыз үшін қауіпті тәуекелдер туралы сұрақтарыңызға жауап береді. Профинанс кеңістігінде келесі жүздескенше қаржылық сауаттылық табысқа жетудің жалғыз жолы.